Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен алхордан, яғни сливадан дайындалатын кереметтей тосаптың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен осындай сливаны алдымен салқын суда жуып аламыз. Кейіннен ортасынан бөліп, сүйегінен тазартып, осылай бөлікшелерге бөліп дайындап аламыз. Шұңғылдау ыдысымызға ең алдымен килограмм 600 граммдай қантты бөліктерге бөліп, осылай сеуіп шығамыз. Кейіннен сливаны орналастырамыз. Тағы да үстінен қантты себеміз, тағы да слива, солай барлығы аяқталғанша орналастырып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін қақпағын жауып, бөлме температурасында 3-4 сағатқа қалдырамыз. Яғни слива мен қант барлығы араласып, қанты еруі тиіс. Қанты ерігеннен кейін осылай газға қоямыз. Орташа отта қайнатамыз. Орташа отта қайнап болғаннан кейін 5 минуттай баяу отта ұстаймыз. Көбігін міндетті түрде аламыз. Осындай көп көлемде шығады, барлық көбігінен тазартып шығамыз. Содан соң қақпағын жауып, бөлме температурасын 8 сағатқа қалдырамыз. 8 сағаттан соң тағы да газға қоямыз. Орташа отта қайнатамыз. Қайнап болғаннан соң 5 минутқа баяу отқа қоямыз. Сол аралықта осылай тағы да көбігі шығады. Оны да толықтай ажыратамыз. Бетін жауып 8 сағатқа бөлме температурасына қалдырамыз. 8 сағат өткеннен соң алып, оны қайтадан газға қоямыз. Орташа отта қайнатамыз, бірақ осы жолы соңғысында 20 минуттай баяу отта ұстаймыз. Қайнап болғаннан соң міндетті түрде көбігі шығады, оны да тазартамыз. Стерильдеп банкілеріміздің барлығын стерильдеп аламыз. Алдымен ол міндетті түрде қақпағында бөлек ыдысқа суға салып 10-15 минутта қайнатамыз. Міне стерильденген банкаларымызға дайын тосабымызды құямыз. Осындай сұйықтықта болады. Барлығын салып болғаннан соң қақпағын жауып, қатты тығыздап жауып шығамыз. Міне алхордан, яғни сливадан дайындалған тосабымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.